Еркеміл көгіне самғап, жұрт жүрегінен орын алған әсем әндердің бірі осынау жолаушы әні болатын. Бұл мазмұнды да әуенді әннің авторы, танымал сазгер, көрнекті әнші Жеңісхан Оразмоллаұлы. Автор әзірге дейін 60-қа жуық ән жазды. Әндер неше дүркін автономиялы райондық және мемлекеттік жарыстарда жүлде алды. Жеңісхан Оразмоллаұлы 1974 жылы Дөрбілжін ауданының Маралсу ауылында дүниеге келген. 1989 жылдан 1992 жылға дейін Іле Қазақ автономиялы облыстық көркемөнер мектебінен гармон кәсібін оқыған. 1992 жылы Дөрбілжін аудандық мәдениет сарайына қызметкер болып қабылданады. 2007 жылдан бері Дөрбілжін аудандық мәдениет сарайының бастығы міндетін атқарып келеді. Жеңісхан аға, енді сіздің әндеріңіз жайлы, шығармашылығыңыз жайлы әңгімелеріңізді тыңдасақ, ән өнеріне қалай келдіңіз? Шығармашылығыңыз, ең алғашқы жасампаздығыңыз қалай басталған еді? Көп кітап көрем, бала кезімнен кітапқа өте құмармын. Сондай бір жылда аздап бір шабыттар болып жатты. Сол кездерде бірер шұқылап бірдеме жазған болып үлкен кісілерге көрсетіп, ақын ағаларымызға. Сол кезде Бәдет Ахметжан деген болған бізде ұстаз болып, бізге назария дәріс өтеді көркемөнерде. Бірінші жазған текстім сол кісіге көрсеттім. Аға, мен бір текст жазып ем деп, ауыл сағыныш деп. Ол кісі көріп, ой, қуанып, мынауың жақсы екен мына текстің деп. Біраз жерін өңдеп беріп деген секілді. Соны қойып қойғам, соны қайтып мектептен бітіріп келгеннен соны бірінші ән қылып жаздым. Содан ән шығармашылығына соны ойысып жаза бастадық. Өнерпаз көп қой. Енді соның ішінде өнердің дәнін алып қауызын тастайтын шаруа болады. Енді бұл өнер деген нәрсені қанша қадірлесең, саған қаншалық қадірлесең, қаншалық өзіңнің құлшынсаң, соған қанша бодау берсең, соншалық жеміс беретін нәрсе. Сол үшін бұл жағында да үлкен ағалардың текстерін көрдік. Мысалы, Задақан ағалардың текстері. Бір әнде, бір тексте бір ойды толықтап айту керек. Толығын жеткізу керек. Мысалы, сол жолаушы әні, сол мына бір өмірге жолаушы екенімізді сезіндіріп жатты. Маған сол бала кезден бастап айтуға келеді. Үйде қонақ көп болды, жолаушы көп болды. Келген қонақтардың аттарын суарып, аттарын байлап, сол кісілермен әңгімелесіп, сол кісілерге күй шертіп беріп, ән айтып беріп, жолаушы дегеннің не екенін ардан бала кезімізден сол әкеміздің баулуында көріп келе жатқанбыз. Соны жолаушы тексті бірден бір ой салды ғой. Тексте бір ой айтылмаса, мен оған ән жаза алмаймын. Сол үшін енді текст жағына мен өте мән беремін. Әнші болмаса, әннің бағасы ашылмайды. Сонда ол бірінші текст, екінші соған дұрыс мелодия жазу, үшінші әнші, төртінші соған лайық болатын аранжировкасы өте мықты болу керек та. Талай әндеріміздің бағасы ашылмай жатқан ғой кезінде. Олардың бәрі қазір әншінің орындауында, 25 жылдың алдында келіп жазылған әндер, біздің мына Емілге қарап деген әнде қайта бір өзінің әншісін тапқанда өз биігімен орындалып жатты. Бағасы ашылып. Өнер деген нәрседе жапа машақат ауыр болады. Қазуша тексттерге ән жазу өтіп жүрмін қазір. Бір-екі текстке жаздым, жақсы болды. Енді Чоу деген, мақтанышым деген текст Тарбағатай екінші кезекте мына көркемөнер сыйлығының жүлдесін алды былтыр. Онан кейін қазір мен шыйжа дейді, барлығымыз бір семьяның адамыз, әр ұлт халқы деген тексттерге ән жазғам. Олар да қазір осы ортамызда орындалып жүр. Біз таңдамалы әндерімізді сол әр тілін аударуға тиісті екенбіз. Қазу тілін аударуымыз керек екен.
инглисшеге аударуымыз керек екен, орысшаға аударуымыз керек екен. Сол әншілерін тауып орындатып ары қарай. Өйткені біздің қазақ ұлтының дарқандығын, қазақ ұлтының мәдениетін жан-жақты әнмен түсіндіруге болады ғой. Соны мықты аудармашылар болса, сол аударма жағына да біраз көңіл бөлгеніміз жөн бе деп, осы жағына да біраз іздестіріп жатыр. Біз тексті аударуымыз қазақшадан қаншаға барғанда мағынасы ұқсамай қалады. Оны қайта сол түсініп алып, қайта жазып шығу керек. Қайта жазып шыққанда барып бұл текст жақсы болады. 我凝视你傲然的身躯，云雾里，我仰望你鲜艳的红旗，冰雪里，我远眺你挺拔的背脊，坎坷里，我追随你坚实的足迹。 Жеңісхан Оразмоллаұлының автономиялы районымыз құрылғандығының 50 жылдық мерейі қарсаңында өткен Қауашақ өспірімдер әнін бағалауда Көгаршын атты әні бас жүлдені иеледі. 2008 жылы Ана мектеп атты әні мемлекет бойынша 3-ші кезекті мектеп әнінің әуенін мәтінін бағалау жарысында 1-ші дәрежелі сыйлықты. 2008 жылы Орталық халық радиосы мен Шинжаң халық радиосы бірлесіп өткізген жаңа автор жаңа ән жобасында Атамекен әні 2-ші дәрежелі сыйлықты. 2010 жылы мемлекеттік мәдениет министрлігі мен Гуандун өлкелік халық үкіметі өткізген 9-ші кезекті Жунго көркемөнер мерекесінде шоқ жұлдыз сыйлығын алды. 2011 жылы және 2012 жылы Шинжаң халық радиосы мен Шинжаң музыканттар қоғамы өткізген жаңа туынды бағалау жарысында партияға арнау және отан ана әндері 3-ші және 1-ші дәрежелі жүлдені иеледі. 2012 жылғы Жоуханы жырлау атындағы мемлекеттік көлемді музыка бәсекесінде Мақтанышым атты әні мыс медалмен марапатталды. 2015 жылы Шинжаң бойынша тұңғыш өткізілген мәдениет сарайы кәсіптік қызметкерлерінің кәсіптік қабілетін сынау байқауында өзі орындаған жүректегі жан әнімен 3-ші дәрежелі жүлдеге ие болды. Көркем өнерді шын махаббатпен сүйген жанның көкірегі де сұлу. Жеңісхан Оразмоллаұлы аудандық мәдениет сарайында қызмет істегеннен бері және мәдениет сарайында басшылық міндет атқарғалы, әдебиет көркемөнер үшін, халықтық мәдениет үшін маңдай терін, жүрек қанын сарқа жұмсап келеді. Дөрбежін аудандық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия, ақпарат баспасөз мекемесі жағынан бұқаралық мәдениет үздік қызметкері, бейзаттық мәдениетті қорғау қызметіндегі үздік басшы сынды марапаттарға ие болды. 2016 жылы Тарбағатай аймақтық әдебиет көркемөнер сыйлығына ие болды. Оғысу, тиімділік жасау, тоғыстыру қимылы бойынша қыстаққа түскен қызмет әтіреті барысындағы елеулі қызметі үшін 2016 жылғы аймақ дәрежелі үздік қызметкер болып бағаланды. Енді осы аудандарыңыздағы мәдениет саласы осы саяси саясаттардан қалай игіліктенді, қалай дәйектілендірді жұмыстарды? Қазір мына мемлекетіміздің мына әдебиет көркемөнерді қолдау жағы тіпті биік өрлеуге көтерілді ғой. Енді бұл міне қазірге дейін арнаулы Ши Цзиньпин жолдаста міне көркемөнершілердің арнаулы жиынын ашып, өзі қатынасып, өз арнаулы жиынын ашып беріп жатқан осы кезде тіпті де биік өрлеуге көтеріліп жатыр. Біз талай саясаттарынан толық пайдаланып, толық игіліктеніп жүріп жатырмыз. Мына 2010 жылдан бері қарай міне біздің мына ақысыз қызмет өтеу қызметі басталып кеткен. Мәдениет үйі, кітапхана, соның барлығы ақысыз қызмет өтеу қызметтерін өтеп жатыр. Өйткені бұл аймақ дәрежелі 500 мың, аудан дәрежелі мәдениет үйлеріне 200 мың,
ауылдарға 50 мың, қыстақтарға 10 мың осындай арнаулы қаражаты бар. Қазір не сарайлар салынып, жан жақты бүтін құрылғылар түгел толықтанып, қазір біздің осы енді рухани жақтағы өзіміздің не істесек те болатын орайлардың бәрі жаратылып тұр. Соны көзде ұстай отырып, біздің осы ауданда, Дөрбіжін ауданынан алып айтқанда, енді біздің 74 жылдан бастап ақындар айтыс, бірінші кезекте ақындар айт 74 жыл осы Дөрбіжін ауданының Моңғолақ жайлауында болған екен. Содан бері қарай міне 30 неше кезек ақындар айтысын өткіздік. Осы саясаттарды пайдалану арқылы Жамалқан апай атында айтыс үйірме құрдық. Орта бастауыш мектептерде арнаулы ақындар класын ашып отырмыз. Онымен бірлікте қазір мына композиторларды айырым. Біздің Дөрбіжін аудандағы қазу, қазақ, ұйғыр болып 35 композитор бар. Сазгер деп айтамыз ғой. Оның кейін мына малшы диқан суретшілерін оны бір айырым бөліп ұстадық. Малшы диқан суреті автоном районында да көрнекті нәтижелер жаратты. Қазір біз автоном райондық малшы диқан суретшілер базасы болып осы Дөрбіжін ауданында тұрақтанды. Жазба ақынды айтып жатырмыз ғой. Жазба ақынның қазір 19 кезек жыр мүшәйрелерінің үстін өткізіп болдық. Жылда өткіземіз. 19-шы құрылтайдың сәтті ашылғанын жырлау саясатын толық жырлау ретінде осы алда ол поэзия жыр кешімізді өткіземіз. Енді біздің енді ойын сауық үйірмеміз болсын, мәдениет үйіміз болсын, төменгі түсіп концерт қою жылына біздің мына Дүзгіндік мәдениет алаңымыз өзі ауданда жылына ең аз болғанда 100 майдан концерт қойылады. Ойын сауық үйірмеміз 80 майдан концерт сөзсіз қояды, міндет. Оның сыртында енді жаңағы ақындардың тәрбиелеу орталары бізде өте көп. Саясатымыз өте жақсы. Қазір мәдениет саласының дамушылығы тіпті тез болып барады. Соған енді біздің соған бірлікте қазіргі қоғамда зымыран дамыған қоғамда сол мәдениетке ілесу барлығымыздың борышымыз. Сол саясатты игеріп, сонымен қазіргі міндеттерді ауыр, сол міндеттерді және де ары қарай дамытуға құлшынамыз. Аға, енді осы сіздің негізгі затқа түсіп қызмет істеген барыстағы әңгімелеріңізді жазған Шыңғысханның 7 дәптері деген мақаланы көргенбіз. Енді сол әсерлі әңгімелеріңізді айтып отырсаңыз. 2016 жылы мына Дөрбіжін аудандық мәдениет радио телевизор мекемесінен 5 адам төменге түскенбіз. 2 ұйғыр, 2 қазақ, 1 ханзу. Сонда істеген қызметтерімізді жазған. Бұны сол Шинжаң газетіндегі Мақсат Қизатұлы барып арнаулы бізбен бір күн әңгімелесіп, істелген жұмыстарды көзімен көріп, сонымен жазған. Бұл енді 7 дәптер деген енді негізгі сатыға түскендегі бұл біздің күнделігіміз. Күнде жазып отырған қызмет күнделігіміз. Оның кейін таңертең бір күндік қызметті орналастыратын жиын естелігіміз. Оның кейін саяси үйрену естелігіміз. Сияқты осы 7 түрлі кітабымыз бар. Соның бәрін тоқтап жазып отырамыз. Айлық жоспарымыз бар, күнделік жоспарымыз бар, ол істелу қаншалық, өнім қандай болды деген секілді. Енді күнделік жазу деген сіздегі қызметпен ғана шектеліп қалмайды екенсіз, әдетте де жазып жүретінсіз ғой. Әдетте де мен өзім қызмет естелігі, өзімнің естелігімді ұмытпай алып жүремін. Өйткені бұл өмірдің естелігі ғой. Дөрбіжін аудандық Ұзынбұлақ Малпермас Күртау тұрақтасу түйініне түстік. Дүзгі айпадақ қояды, толы жолына шыққанда. Енді ол жерге бардық, халық жағдайын ұғысу, халыққа тиімділік істеу, жұрт тілегін тоғыстыру. Бұл қызметі енді үлкен саяси міндет болды. Алдымен халық жағдайын ұғысу міндетін толық атқардық. Бәр үйін барып көріп, біз ең алдымен сол отырақтасу жағындағы шаруаларды істедік.
әр сәрсенбі, аптаның сәрсенбісін біз жан жақтағы мамандардан заң туралы, оны кейін мына оқыту туралы, баланы қалай оқыту, баланы қалай тәрбиелеу, үйренуді қалай алып бару, кітапты қалай оқу, жан жақтылы біз мамандарды ұсыныс етіп, сәрсенбі күні арнаулы түстен кейін жарым күн бұқараға идеялық қызмет етедік. Сенбі күндері біз сол мәдениет қимылын алып бардық, өйткені біз өзіміз саламыз. Ол кісілерде көңілдегілерін айтты, ол кісілердің көңілдегі нәрселерін біз шешуге құлшындық. Сол арқылы біз ол жерде бір екі кооператив құрдық. Бірі қолөнер. Біздің мына Дөрбіжін ауданы Құлыстай қолөнер базар деген үлкен базар ашылды. Мына жерде бұқараға идеал тәрбие жүргізіп, 4 жиын ашып, соларды мына жерді көруге алып келдік базарға. Енді ол жердегі кісілердің енді өте ісмер. Соны көре көз ұстай отырып, біз ары қарай дамытуға кірістік қой. Содан 38 адам барып, қатынасып, көріп, қайты кеп, соны үйренуін алып бардық, бірінші үйренуін. 17 күн. Осы жерде түскі тамақ осында үйренет, жіп суын бәрін алып бердік. Онан кейін бірінші үйренуде нәтиже көрін болды. Біз түгел тіккен нәрселерін түгел аттарын жазып отырып қойып, сонымен барып қыстағымызда қайта жинашып, бұқараны жиып, бірден қолдарынан таратып бердік. Семья басшыларына. Міне сіздің жолдасыңыздың тіккен 15 күн үйренген. Ой, мына 15 күнде мұндай болса болады екен деп, екінші үйренуін апардық. Ода да 42 адам барып қатынасты, ода да жақсы болды. Онда сол істелген нәрселерін түгел атын тізімдеп алып кеп, және жиымызды ашып, бұқараның ортасын салып, және көрсетіп, дәстүрлі киіз басуын сол жағымен жаңағы қолөнер екі кооперативін құрып, бір талай адамдарды кәсіптендірдік. Оқушыларды демалысынан пайдаланып, сенбі-жексенбіден пайдаланып, өнер жағында да арнаулы сабақ өттім. Март мерекесінің қимылы, Наурыз мерекесінің қимылы, қияқ күріш мерекесі, партияның құрылғандығы, осын бәрінде ешқашан қалтырмай қимыл өткіздік. Жағдайыны ұсып болдық бірінші рет. Екінші рет жаңағы тиімділік туралы жаңағы шаруалар істелді. Енді олардың жүрегін тоғыстыру жағында да көптеген шаруалар істелді. Біз сол жердің енді сол 100 семьяның 72 емес отырақта істедік ғой, сол 72 семьяның біз бір мүшесі болып кеттік былайша айтқанда. Біз оларға барғанда біз басшылық емес, біз халықтың партия үкімет жіберген, біз халықтың уәкіліміз деп кірдік орталарына. Сонымен ол кісілерде жақсы сәйкесті, бір жылдық қызметімізде де шамасы табысты аяқтатып қайтқандай болдық. Екен айдын шалқар алтыннан, алтынның жайбы деді нарқын адам, көтеріп сен өмірге әкелгенде, ақ сүті таңдайыңа тамшылаған. Әкені құрметтейік, ананы аялайық. Жеңісхан Оразмоллаұлының әндері кісілік қасиетті, бірлік ынтымақты, мекен мерейімен отаншылдық рухты жырлайды. Тамылжыған тәтті әуенімен мазмұнды ой салып, тыңдарман жүрегінен орын алған. Халық сазгер ұлынан тағы да мол еңбек, сүбелі туындылар күтеді. Басымызға түсседе күміс қылау шашымызға, көркі боп түріміздің әке шеше, есен сау жасай берсін асымызда. Өскен өмірге өскелең өнер қажет. Осымен бүгін хабарымыз аяқтады. Тағы да кездескенше сау, саламат болыңыздар.